Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен балалық кезімізді еске алып, осындай әдемі, дәмді болып шығатын сочниктер дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызға сары майымызды осылай үккіштен өткіземіз. Бұл обычный песочное тестоның рецептісі. Осылай сары майымызбен ұнымызды араластырамыз. Араластырғанда осындай түйіршікті болып шығады біздің массамыз. Бүкіл түйіршікті массамыз пайда болғаннан кейін ас содасын және қантымызды салып, осылай қасықпен араластырып аламыз. Одан соң барлық араласқаннан кейін үстіне жұмыртқамыз саламыз. Мен мұнда 2 жұмыртқа салып қойыппын, 3 жұмыртқа салыңыздар. Кейіннен 3-ші жұмыртқаны қостым мен. Осылай жұмыртқамызды араластырамыз қасықпен. Осындай массы болып, асықпен араластыруға мүмкін болмаған жағдайда әрі қарай қамырымызды илейміз. 2 жұмыртқамен қамыр дұрыс шықпайды екен. Менің қараған рецептім бойынша, сондықтан мен 3-ші жұмыртқаны қостым. Бірден 3 жұмыртқа қоссаңыз болады, және де ұнды 20 грамм ұн қостым үстіне тағы да. Осылай әдемілеп тұрып илейміз. Менің қызым маған қасымда көмектесіп тұр. Осылай қамырымыз илеп болғаннан кейін бір бөлікке алып қойып, бір жаққа қарай салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізді, қантымызды, жұмыртқамызды және қаймағымызды салып, барлығын венчикпен араластырамыз. Венчик болмаса, ештеңе қылмайды, жай ғана шаншқымен араластырсаңыздар да болады. Ең бастысы, мұнда барлық масса бір-бірімен толық араласу керек. Міне осындай масса шығады бізде. Салмамыз дайын. Бір бетке қойып қойған қамырымызды аламыз. 10-15 минут тұрса, қамыр жеткілікті. Осылай 2-ге бөліп алып, астына ұн сеуіп, оны жаямыз. Жайған кезде қалыңдығы 5-6 мм болса жеткілікті. Қатты жұқа немесе қатты қалың болып кетпесін. Себебі әлі де ол пеште көтеріледі қамырымыз. Осылай әдемілеп жайып алғаннан соң, осындай домалақ формамен кесіп шығасыздар. Егер сізде форма болмаса, өзіңізге формаға, сочнигіңіздің қалайтын формасында кесемен болсын, кружкамен болсын, осылай кесіп шықсаңыз болады. Одан соң ортасына салмасын салып, бұл өте оңай рецепт, қыздар. Осылай салып, бетін келесі жартысымен осылай жаба саласыздар. Міне. Ортасына саласыздар, жарты бөлігіне и қамырдың жарты бөлігімен бүйтіп майыстырып жаба саласыз бетін. Болды. Жан жағын, шеттерін бассаңыздар да болады, баспасаңыздар да болады. Осындай пайда болған сочниктарымызды пергамент қағазы төселген табаға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Міне бізде осындай әдемі сочниктер шықты. Үстіне кез келген өзіңіздің қалауыңыз бойынша сеппелерді салып жесеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.